Жастарға сенемін. Арыс қандай айбатты, жолбарыстай қайратты, қырандай күшті қанатты, мен жастарға сенемін. Язык отцов, наследие святое, глубокий, острый, сильный, словно крик. Своих детей заботливой рукою к себе притянешь мой родной язык. Шынында менің өзімде от, қысылған қара көзімде от. Мен оттанмын, от менен, жалынмын мен, жанамын. Оттан туған баламын, қараңғылық бұққанда, қызарып күн шыққанда, күн отынан туғанмын. Язык наш прекрасный, богатый и звучит, то мощный, то страстный, то нежно-певучий. В нем есть и усмешка, и мягкость, и ласка, написаны. Тау суындай гүрілдер, айбынды алаш желімдер, алтын арқа жерімдер, мен жастарға сенемін. Қашу барма тұлпарға, талу барма сұңқарға, иман күшті оларда, мен жастарға сенемін. Жұмабаев ұлы ақын деп аталады. Мағжан Жұмабаев кім? Кім Мағжан Жұмабаев? Кім ол? Ғалым. Жазушы. Ақын. Сосын қоғам қайраткері. Бүгінгі біз сыныптас жұмысымызда Мағжан Жұмабаевтың өмірі туралы толық ақпарат аламыз. Следующее наше задание называется «Соедини пословицы». Я вам даю пословицы, вы должны соединить и прочитать. Соединяйте. Давайте все работаем. Молодцы.